Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін 38-ші сабақ екі таңбалы сандарды разрядтан аттап жазбаша қосу деген тақырыпты өтеміз. Мысалы, 45 қосу 19. Бірлік бірліктің астында, ондық ондықтың астында жазылуы тиіс. Осыны ұмытпа. Бірліктен бастап қосамыз. 5-ке 9-ды қоссақ 14. 14 екі таңбалы сан. Оның тек бірлігін ғана жазамыз, себебі бірліктің орны. Ал бірі ойда. 4 ондыққа 1 ондықты қоссақ, 5, ойдағы 1 ондықпен 6. Сонда 64. Тағы да біреуін шығарайық. Мысалы, 43 қосу 28. Бірлікке бірлікті қосамыз. 3-ке 8-ді қоссақ 11. Бірі ойда. 4-ке 2-ні қоссақ 6. Ойдағы мен. Ойдағы 1-ді қоссақ 7. Сонда жауабы 71. Міне, разрядтан аттау деген осы. Ең бастысы мына ойдағы санды ұмытпау қажет. Келесі. 47 мен 33 сандарын баған түрінде қосуды өзің орындап көр. Ал 47 қосу 33. 7-ге 3-ті қоссақ 10. 10-ның бірлік нөлін жазамыз, бірі ойда. 4 қосу 3 7. Ойдағы 1-ді қосамыз 8. Сонда 80 шықты. Ал енді қалған астындағы номер 2-дегі тапсырмаларды өзің орында. Ең бастысы 38 минут қосу 18 минутта мына минуттарды жазуды ұмытпа. Себебі бұл өлшем бірлігі. Келесі, 3-ші тапсырма. Сөйлемді оқы, сұрақ қойып, оны есепке айналдыр. Есепті шығар. Ал оқимыз. Біздің сыныпта 15 қыз және 16 ұл бар. Енді сұрақ қояйық. Барлығы қанша оқушы деп қойсақ болады? Ал бірінші нұсқасын жазайық. Қыз 15, ұл 16. Барлығы қанша оқушы? Барлығын табу үшін біз әрине қосамыз. Немесе екінші нұсқасы. Біздің сыныпта қыз саны 15, ал ұлдан 16. Ал енді мынандай сұрақ қойсақ болады. Ұл қыздан нешеуі артық? Нешеуі артық, нешеуі кем екенін табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Соны ұмытпа. Ал шешуін жауабын жазыңдар. Келесі, жүздік ол 3-ші разрядтың бірі. Жалпы жүздікпен біз осы сыныптың басында таныстық. Ал енді баған түрінде қосып көрейік. 5-ке 5-ті қоссақ 10, 0-ін жазамыз, бірі ойда. 6-ға 1-ді қоссақ 7, ойдағы мен 8. Тағы да мысал келтірейін. 15 қосу 85. 5-ке 5-ті қоссақ 10, 0-ін жазамыз, бірі ойда. 1-ге 8-ді қоссақ 9, ойдағы 1 мен 10. Оны алдына қарай шығарып жазамыз. Міне, сонда 100 деген сан шықты. Келесі, 75 қосу 25. Бірлікке бірлікті қосасың, ондыққа ондықты қосасың. Ал енді 51 литр қосу 49 литрді көрсетейін. Міндетті түрде литрді жазып аламыз. Себебі ол өлшем бірлік. 1-ге 9-ды қоссақ 10, 0-ін жазамыз, бірі ойда. 5-ке 4-ті қоссақ 9, ойдағы 1-ді қоссақ 10. Сонда 100 литр болды. Ал қалған екеуін өзің шығар. Келесі, теңдеулерді шеш.
Бірінші теңдеу. X қосу 34 тең 97. Белгісіз айнымалы бізде қосылғыш. Оны табу үшін әрине азайтамыз. Қосындының мәнінен белгілі екінші қосылғышты азайт. X тең қаншаға? Және оны X-тің орнына қойып, астына тексеруді ұмытпа. Келесі теңдеу. X азайту 25 тең 66. Белгісіз айнымалы азайғыш. Оны табу үшін біз қосамыз, себебі азайғыш үлкен сан. X тең 66 қосу 25. X-тің мәнін үйреткендей баған түрінде шығарып алып жаз. Және X-тің орнына шыққан санды қойып, астына тексеруді ұмытпа. Келістік па? Тамаша. Ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Өрнектер құр және олардың мәнін тап. А. 27 мен 63-тің қосындысына 8-ді қос. Егер мен, бен, пен шылаулары болса, онда сол екі санның жан-жағына жақша қоямыз. Яғни 25 пен 63-тің жан-жағына жақша қой. Қосындысына дегенде қосамыз, және 8-ді қосу қажет. Сонда қандай өрнек шықты? Жақша ішінде 27 қосу 63, қосу 8. Ал енді келесі. 24-ке 38 бен бұның қосындысын қосу. Бен деген шылау 38 бен бұның ортасында тұр. Яғни осы екеуін жақшаға аламыз. Ал жазайық. 24, 38, Б. Бірінші сандардың бәрін жазып алдық. Әріптіде. Сосын барып, амалды қоямыз. Қосындысын қосу керек. Яғни екеуі де қосу. Және мұндағы Б 19-ға тең деп тұр. Мына Б-ның орнына 19 санын қойып, баған түрінде шығарып, мәнін жазуды ұмытпа. Келістік па? Видео ұнаса лайк басып және каналға тіркелуді ұмытпа. Ал мен келесі сабақты дайындап қоямын.